Қайырлы күн, арнама қош келдіңіз. Адам ағзасы дұрыс жұмыс істеу үшін күніне кем дегенде 200 мг йод қабылдауы тиіс. Оның көп бөлігі ауа мен судан алынады. Бүгінгі таңда йод жеткіліксіздігі мен йод тапшылығы мәселесі тұрғындар арасында жиі кездеседі. Оның салдары қалқанша безінің ауруларына шалдықтырады. Жалпы қалқанша без аурулары неден пайда болады? Себептеріне тоқтала кетсем. Ең әуелі қалқанша без ауруларына тоқталмас бұрын қалқанша безі қандай ағза екендігін қысқаша айта кетейін. Қалқанша безі адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Қалқанша безінен гормондар бөлінеді. Гормондар адам ағзасының жұмысын реттеп отыратынын ескерсек, 80-85% қалқанша безі жауап береді. Жалпы қалқанша без ауруларының пайда болуының себептері көп. Оның ең бірінші себебі тұқым қуалау. Екінші, адамның жүйке жүйесіне психикалық эмоционалдық күш түсу. Оған көп жағдайлар әсер етуі мүмкін. Үшінші, дұрыс тамақтанбау. Ағзаға керекті дәрумендер мен минералдар түспеген жағдайда, сондай-ақ нашар экологиялық ахуалда әсерін тигізбей қоймайды. Қазіргі адамдардың көпшілігінде созылмалы аурулар бар. Сол аурулардың да әсері болады. Және ағзаға йод жетіспегенде қалқанша без аурулары пайда болады. Радиациялық, химиялық зауыттарда жұмыс істейтін адамдар қалқанша без ауруларына жиі шалдығады. Оларға жұмыс істейтін ортада токсин арқылы зиян беріліп, қалқанша безінің жұмысын тежеп тастайды. Қалқанша безінің ағзамызда атқаратын қызметі қандай? Қалқанша безі ағзадағы тіндегі жүйке жүйесін реттеп отырады. Екінші мәселе, кей кездері ағзамыздағы психикалық процестердің әсерінен қышқылдардың орнына келуі дұрыс болмайды. Соны қалпына келтіріп, зат алмасуға да әсер етеді. Жүктілікті жоспарлаған әйел адамдардың репродуктивті денсаулығына, бала көтеруіне бірден-бір әсерін тигізетін маңызды фактор деп айтуға болады. Осы орайда әр аурулардың түрлеріне қарай жеке тоқталып жіктеп айтуға болады. Ең бастысы, жүкті әйелдер минералды, құрамында йоды бар тағамдарды қажетті мөлшерде қабылдамағаннан кейін дүниеге келген сәбиде йод жетіспеушілігі байқалып жатады. Балалардың бойлары өспей, жасына сай дамымайтын жағдайы да осы себепті болуы мүмкін. Қалқанша без аурулары қандай болады? Оның ішінде ең көп кездесетін ауру түрлері. Адам ағзасында йод жетіспеушіліктен немесе йод мөлшері көп болғаннан кейін жиі ауруларға шалдығады. Соның бірі гипотериоз деп аталады. Ол қалқанша безінің қызметінің төмендеп, ағзада йодтың жетіспеуінен туындайтын ауру. Ал екінші түрі гипертериоз. Ол қалқанша безінің йодты мөлшерден тыс бөлінуінен туындайтын қалқанша безінің аурулардың бір түріне жатады. Ағзада йодтың көп мөлшерде бөлінуі де ауру болып табылады. Ол кезде адам салмақ тастайды, қан қысымы көтеріледі, үнемі тершең болады. Бұлшық еттерінде әлсіздік пен тітіркену болады. Ауызы құрғайды, іші өтеді, жүрегі айнып, құсады, ұйқысы бұзылады, көздері үлкен болып шарадан шығып тұрады. Үшінші жиі кездесетін түрі зоб ауруы. Оның клиникалық белгілеріне қан қысымының төмендеуі, психикалық ауытқу жатады. Адам аллергияға бейім болып, үнемі тоңғыш келеді. Әйел адамдарда еттеккір бұзылады. Тыныс алуы төмендеп, жалпы әлсіздік орын алып, бас айналады. Тағамға тәбеті болмайды, есте сақтау қабілеті төмендеп, жұмысқа деген қабілет азаяды. Теріде өзгерістер болып, салмақ қосады. Зобтың түрлері көп, диффузды, түйінді, эндемиялық және киста болуы мүмкін. Біздің еліміз йод жетіспейтін аймаққа жататындықтан эндемиялық зоб түрі жиі кездеседі. Қалқанша безінің ауруларына кімдер жиі шалдығады? Қай түрінен болса да көбінесе әйел адамдар шалдығады. Себебі әйел адамдарда еттеккір бұзылады. Климакс алды және климакстен кейінгі кезең болады. Жүктілік кезі, босану және бала емізетін кезеңдер бар. Осының барлығы гормондарға әсер етеді. Медицинада оны үйлесімділіктің бұзылуы, дисгармония, теңгерімсіздік, дисбаланс деп те атап айтып жатады. Сосын жасөспірім балалар жиі ауырады. Өйткені жүктілік кезінде ақауы бар анадан туылатын бала көбінесе ауруға шалдығады. 70 жастан асқан кісілер қалқанша безінің ауруларына жиі шалдығады. Олардың сүйектеріндегі кальцийдің мөлшері мен гормондардың жұмысы азаяды. Үлкен кісілер тісі жоқ болғаннан кейін құрамында йоды бар тағамдарды көп жей алмайды. Микроэлементтер бұрынғыдай сіңбейді. Сол себептен әйел адамдар мен үлкен кісілер көп ауырады.
Қалқанша бездің аурулары қаншалықты қауіпті? Қалқанша бездің аурулары өте қауіпті. Оны біз асқындырып алмас үшін алдын алып отыруымыз керек. Гипертиреоз, гипотиреоз дедік. Қалқанша бездің бұл ауруларын асқындырып алмас үшін емделу керек. Науқас дер кезінде емделмесе, гипотиреоздық комаға келіп соғуы мүмкін. Ол қалқанша безінің ісініп, адам денесінде сұйықтықтың пайда болуына әкеліп соғады. Сол себептен жүректің қызмет етуі де әлсірейді. Жүрек ақаулары пайда болады. Уақытылы ем қабылдамаған науқастарда көздері шарасынан шығып кетеді. Соп кезінде түйіндер емделмейтін болса өседі және де обыр ауруына әкеліп соғуы мүмкін. Ең бастысы әр науқас дәрігер-эндокринологтың берген кеңестеріне жүгініп, дұрыс ем қабылдауы керек. Уақытылы дәріні ішіп, дәрігердің қабылдауында болуы керек. Күйзеліске түсуге болмайды. Құрамында йоды бар тағамдарды қолдану, одан басқа уытты заттармен жұмыс жасаудан алшақ болу қажет. Ағзаға дәрумендер мен микроэлементтердің уақытылы орынды түсіп отыруы маңызды рөл атқарады. Қалқанша без аурулары қалай емделеді? Қалқанша бездің аурулары медикаменттермен, хирургиялық жолмен және радиациялық түрмен емделеді. Науқастар гормонды арнайы кесте бойынша қабылдайды, микроэлементтерді көтеретін препараттарды тағайындап отырады. Түйін, обыр ауруына айналса, ота жасалып, хирургиялық түрде алып тасталынады. Ақпарат ұнады деген ойдамын. Тағы да қандай ақпараттар күтесіздер? Пікір қалдыра кетіңіздер.